Сәлем достар, сіздерге осындай бір жасағаннан ерекше болып шығатын баблидің құрамын айтатын болам. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, осылай барлық ингредиенттерді венчикпен араластырып отырасыздар. Қаймақ, сары май ертілген және сары майдан кейін кішкене венчикпен осылай араластырасыздар. Одан соң кішкене сүт құясыздар. Барлық құрамдарын описание бөліміне жазып кететін болам, неше граммнан керек екенін. Содан соң електен өткізілген ұнға қопсытқыш 1-1,5 шай қасық қопсытқыш қосып осылай араластырып аласыздар. Ұнды шетінен салып отырып, венчиктің көмегімен қою массаға айналғанша осылай араластырып отырасыздар. Әбден араластырасыздар. Дәл осындай қою масса шықты менде. Содан соң барлығын араластырып алып, осылай араластырасыздар. Менде жай вафельница осындай. Осыған пісірдім. Ішін майлап алып, әуелі қыздырып майлап алып, содан соң үлкен қасықтың көмегімен 1 қасықтан қою массамызды салып отырдық. Осылай әркімнің вафельницасының несіне қарай ол 3 минутта, 2 минутта, 5 минутта пісуі мүмкін. Менікі 2-3 минут тұрып пісетін вафельница. Осылай пісіріп алдым. Дәл осындай әдемі, қонаққа бергенде де, дастарханға қойғанда да әдемі болып шығатын осындай жұмсақ вильгинский бабли деп айтылады. Осындай пісірдім. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Алда талай күшті рецептілер болады.